Сәлем достар, сендермен бірге мен Леди Каусар, және бүгінгі видео бізде Back to School. Бүгінгі видеода мен сіздерге мектепке алған заттарымды көрсететін боламын. Яғни бүгін бізде Back to School'дың екінші бөлімі. Достар, бірінші бөлімде мен сіздерге екінші бөлімде көрсететін заттарымды кейбіреулерін айтқан болатынмын. Және олардың бірі менде осы жылға алған рюкзак. Өткен жылдары менің рюкзактарым үлкен, ішінде салатын жерлер көп болатын, ал осы жылы мен кішкентайын алдым, шағын ғанасын. Сіздерге сразу рюкзакты көрсетейін деп шештім. Мінекей осындай шағын ғана. Ішіне ағылшын кітап сыймайды, бірақ басқа кітаптарым сыяды. Жақында мен сіздермен бірге осы рюкзакты жинайтын боламын. Сондықтан да арнаға тіркеліп кетіңіздер. Кішкентай болғанымен де салатын жері өте көп. Қазір сіздерге көрсетіп шығамын. Біріншісі осы жері, яғни кітаптар салатын жағы. Мінекей, ішінде осындай замогы бар, мына жерге салатын жері бар, және де мына жағында тағы да бір салатын жері бар. Сосын екі жағында бутылка салатын жері бар. Және мына бетінде екі бөлек кең тоже салатын жерлер бар. Және де ең басты сіздердің көздеріңізге бірінші болып түскен жері осы жері. Жақында сіздермен бірге мектепке жинайтын боламыз. Менің жаңа пеналыммен бірге. Жаңадан бері столға тиіп жатқан нәрселер осы заттары, яғни арқадан асып алатын жерлері, іліп алатын жерлері. Және де осындай жері бар. Қолға ұстай салатын, иыққа бүйтіп іле салатын жері бар. Өте ыңғайлы, өте вместительный, сыйымды, осындай күшті рюкзак. Тағы артында да бар салатын жері. Вот. Жақында рюкзакты жинау туралы видеоны күтіңіздер. Өткен жылы да осындай видео түсірген болатынмын, яғни рюкзакты жинау, Back to School, олардың барлығы описанияда бар. Яғни сол жерге мен ссылкаларын қалдырып кеттім, солардан көрсеңіздер болады. Келесі зат, рюкзак сияқты тоже өте интересный заттардың бірі. Ол менің жаңа пеналым, менде осындай Человек-паукпен, осындай тоже сетка. Өткен жылдары, яғни 8-7 сыныпта, сыныптарда мен бір сары түсті тоже сетка нені ұстаған болатын, пеналды ұстаған болатынмын. Ол уже түрі жаман болып кеткен, оны жусаңда кетпейді. Сондықтан мен осындай көк түсті кірленбейтін, кірленеді, бірақ байқалмайтын кірленгені осындай күшті пенал алдым. Ол өткен жылғыдан дәурек кішкене, бірақ тоже сетка. Мына жеріндегі несі жұлдыз. Маған сол ұнады, себебі мен жұлдыздарды жақсы көремін. Мен уже бір тырнағым жоқ. Мінекей іші осындай. Бұны да біз сіздермен бірге жинайтын боламыз. Сол рюкзак жинайтын видеода ішіне мен не салам. Сол қызық барлығына. Қазір көрсетем. Бұл жылға менің ручкам енді өте көп. Өте көп, достар. Осыншама штук ручка. Бұлардың барлығы менде, может быть, 490-ға жетпей бітіп қалатын шығар, себебі біз осы жылы өте көп нәрсе жазамыз. Өткен жылы да көп нәрсе жазған болатынбыз. Ручканы бір ай болмай бітіріп тастайтынбыз. Сондықтан да осы жылы өте көп ручка алдым. Оның екеуі қара түсті басты. Конспекттерді әдемілеу үшін. Біреуі осындай жұлдыздармен. Айтып кеткендей, маған жұлдыздар өте қатты ұнағандықтан. Төртеуі осындай. Қазір сіздерге жақыннан барлығын дұрыстап көрсетем. Екеуі осындай. Және де біреуі осындай. Бұл өткен жылға қалған. Осы жылға менде осындай көк түсті карандаш. Байқағандарыңыздай, осы жылға менде барлығы көк түсті. Пеналым үшін бәрін көк түсті жинаймын. Маған ұнайды. Менің сүйікті түстерімнің бірі деп қоя берейін ба. Оны мен осындай пачкадағы алдым. Үйдегілердің барлығына, үйдегі бүкір балаға жететіндей қылып. Ішінде тағы фиолетовый карандаштар болған. Барлығы обычный простой карандаш, просто сырты неше түрлі түсті.
үштағыш обычный, тоже көк түсті. Мен обычно андай асты жоқтарын алатынмын, сондықтан да басқа жерге барып деп ұштап тұру керек. Маған осындай ыңғайлы. Менде осы жылға осындай корректор, замазка, хайлайтер, не бар тағы, штрих, аты өте көп нәрсе, ақ түсті, көк түсті. Менде бірінші рет осындай замазка. Менде до этого мынандай бүйтіп басып не істейтін болған, ал мынау бүйтіп ашасың да, дейсің да, бүйтіп жауып қоясың. Сосын осындай eraser, осындай өшіргіш обычный. 4-ні өшіреді дейді. Бізде HP. Значит, өшіреді. Ол да көк түсті. Сосын сызғыш, мен ұзын сызғыштар алмаймын, 15 сантиметрлік, мен осындай не ала салдым. Транспортир. Ыңғайлы, кішкентай. И все. Тағы да мен әрине осы жылға мен маркер алдым. Текстовый делитель, то есть осындай. Өткен жылғылар негізінде жақсы болған, бірақ осы жылы басқа фирманыкін алып көрдім. Осындай, және де осы көк түстісі менің пеналымда болады. Пеналды қазір жинамаймын әрине. Айтып кеткендей, пеналды сіздермен бірге жинайтын боламыз. Бірақ бұл маркерлер жақсы жазады. Мен қазір сіздерге бір жерге жазып көрсетейін. Міне достар, осылай жазады осы маркерлер. Өте жақсы, және де тонко. Келесі алған затым осы жылға, ол менде осындай калькулятор. Менде өткен жылғы калькуляторым бар, ол істейді, бірақ оның функциясы аз, яғни есеп шығарғанда маған больше функции нужно, понимаете? Яғни басатын кнопкасы өте көп, оның бәрін разбираться ету керек. Қараңдар, достар. Напишем 9 плюс 3. Дұрыс шығарам екен. 12. Дұрыс. Осындай күшті калькулятор. Просто сравните менің өткен жылғы калькуляторым, который наклейкалармен, все такое. Мынандай наклейкамен әдемілейтін боламыз, бірақ оны мен сіздерге рюкзак жинайтын кезде көрсетемін. Осыншаға кішкентай мына калькулятор. Және де ашқандағысын көрсетейін қазір. Бұның уже есігі түспаған. Мінеки. Ну, знаете, мынаяқта косинус, синус, тангенс бар. А мынаяқта олар жоқ. Мынаяқта просто плюс, минус, что еще? Санның алдында минус, плюс. И все. Больше ничего нет. Өткен жылғы видеодан менен калькулятор не үшін керек, анау деп сұраған. Осы жылы 9-шы класс болғаннан кейін маған калькулятор өткен жылдан да көбірек керек. Себебі біз есеп шығарамыз. Бірақ мен алгебра кітабым өте кішкентай. Онша есеп шығармаймыз. Деп қоя бермейін, достар. Келесі алған зат, ол мектептің заттарына кірмейді, бірақ маған сонда да керек болған нәрсе, ол менде осындай человечек. Бұл мен әртүрлі фигуралар істеп, солардың суреттерін салатын боламын, ал ол суреттерді мен өзімнің жаңа скетчбукыма саламын. Қазір сіздерге скетчбукты көрсетем. Бірақ бірінші адамымды көрсетіп алайын. Осындай бойы менің алақанымнан кішкене үлкенірек, видите, мына жерде. Осындай. Мен басыммен бірге. Ал менің скетчбукым осындай. Ішіндегі қағаздары өте қалың. Және де мен оған уже нормально, жібет. Өзімнің осы фигуркамен сурет салған болатынмын. Қараңдар, екеуін бойым бірде қылып салдым ғой мен. Я Барби Герл. Я люблю Диру. Кстати, достар, кім Барби көрді? Мен көрдім, мен көрген туралы влог түсірдім.
ссылкасы описаниеда болады, немесе мына жерде или мына жерден сіздерге подсказка қалдырып кетемін. Мен көрдім, күшті. Всем советую. Келесі зат өте сіздердің барлықтарыңызға қызық нәрсе, ол менің дәптерлерім. Бұл жолы менің дәптерлерім ондай көп емес өткен жылғыдан қарағанда, бірақ сол дәптерлердің барлығының ішінде менде тек біреуі ғана қалды. Яғни ана дәптердің барлығы маған керек болған дәптерлер. Осы жылы менде, өткен жылы менде 25 дәптер болса, осы жылы менде қазір санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 дәптер. 25-дің 13-і. Мен тағы кішкене дәптерлер алатын шығармын, бірақ оны сіздерге либо рюкзак жинайтын кезде көрсетемін, либо мектепке баратын блоктарымда көрсете саламын. Енді дәптерлерді көрсетейін. Ең алдымен обычный осындай дәптер. Торгөз және жұлгөз. Бұдан бізде негізінде көп. 25-тен екеуі де вроде. Сондай көп алдық әде. Жылдың соңына дейін жету үшін. Және де осындай қаптар. Мен дәптерлердің барлығын қаптаған жөн көремін, себебі мыжылып, жыртылып қалады. Ал енді менің дәптерлерім. Мен өткен жылғыдай тағы да пәндік дәптерлер алған болатынмын, себебі пәндік дәптерлер это очень-очень удобно. Өткен жылғы қалған дәптер ол менде мынау. Бұны бір пәнге арнай салатын шығармын. Білмеймін. Менде дүние тарихтан дәптер жоқ. Осы пәндік дәптерлерден қалған пәндердің барлықтарынан бар. Қазақ әдебиеті, русский, қазақ тілі. Осы 3 дәптер ғана менде жұлгөз, қалғандар барлығы торгөз. Және де бұл дәптерлер 48 беттен, бірақ қалыңдықтары как будто 36 сияқты. Потому что олар тонкие. Это плохо. Но мен все равно осыларды қолданамын. Бітіргенше. Қазір сіздерге бір нәрсе көрсетейін. Пәндік дәптерлердің несі жақсы, плюсы не екенін. Ол мынау нәрселер бірінші бетіндегі. Осының барлығы БЖБ-да өте күшті көмектеседі. Сондықтан да пәндік дәптер алыңдар, достар. Егер сіздер әлі дәптер алмасаңыздар, уже алу керек, то пәндік дәптер алыңыздар сразу. Келесі физика, алгебра или алгебра. Алгебра. Физика, алгебра, химия, география, биология, геометрия, қазақстан тарихы, информатика, және де ағылшын. Арттарында осындай бүкіл дәптер. 12 дәптер. 12 пәнге 12 дәптер. Айтып кеткенде тек қана дүние тарихқа ғана жоқ. А так менде 13 пән. Ну, еще көркембек. Осындай пәндік дәптерлер. Сіздерге қайсысы ұнады, комментария жазып кетіңіздер. Келесі менде осындай 1-90-ға, келесі менде осындай бантик 1 сентябрьға тағып барамын. 1 қыркүйекке. Влогта көретін боласыңдар, достар. Вот, осындай күшті бантик, на жерінде мынандай золотистый штучкасы бар. Ал енді, достар, соңғы нәрселердің бірі, ол менде менің аяқ киімдерім осы жылға алған. Менің туфлием и менің кроссовкием. Давайте туфлиден бастаймыз. Достар, осы жылға менде осындай лоферы, смотрите. Кожаға, достар, кожаға. Турецкий. Осы жылға менде осындай лоферы, достар. Обычный, андай золотистый, алба-жұлба ешнәрсесі жоқ. Осындай. Минималистичный, и юбкамен, и шалбармен. Ой, қалай ұстап тұрмын. И юбкамен, и шалбармен өте күшті көрінетін болады. Сіздерге бұл менің аяғымда қалай тұратын, менің 1-90, неге 1-90 дей берем? 1 қыркүйек бет? Қыркүйек. Бұл туфли менің аяғымда қалай тұратын, сіздер мені 1 қыркүйек деген влогымнан көретін боласыздар. Будущем. Сіздерге менің туфлиім қалай? Оцените от 1 до 10 комментарийда.
келесі нәрсе ол менің осындай New Balance кроссовким. Жалып қалған емес, ашқан нәрсем. Осындай 530 барлығы білетін. Осындай 530 барлығы білетін кроссовка. Мен осындай ашық көк түсін алдым. Себебі мен негізінде ойлағам жабық көгін аламын деп. Бірақ жабық көгі менің размеріме болмады. Өкінішке орай. Сондықтан да мен осындайын алдым. Ойбай тұрай брат. Табаны осындай достар. Мына жерінде осындай этикетка, анау-мынау, все такое. Сіздерге қалай кроссовким? Екі аяқ киімде бағалап кетіңіздер. Қайсы сіздерге қаттырақ ұнады, сонда жазып кетіңіздер. Және де осы коробканың астында осындай нелері болды, сертификат анау-мынау. Келесі ол менде киім, яғни рубашка, мектепке осы жылғы алған. Мен сіздерге Back to School'дың бірінші бөлімінде айтқан болатынмын. Сіздерге осы рубашканы көрсетемін деп, осы бөлімде. Вот, осындай оверсайз рубашка, обычный ақ түсті. Артында осындай жері бар. Бұны мен 1 сентябрьға, 1 қыркүйекке киіп баратын боламын. Сол кезде сіздерге Get Ready with Me'ден көрсететін боламын. Ал енді мен сіздерге өзім дене шынықтыруға алған киімді көрсететін боламын. Ол менде осындай футболка. Және де астында оның осындай трикосы, шалбары, кому как. Бұл шалбарды мен, немесе триконы, мен басқа да футболкалармен кие беремін, только мынау емес, өзімдікі емес, басқа да футболкалармен кие беремін. Может, тағы да аламын басқа футболкалар. Вот, осындай менде дұрысшыға киім. Достар, осымен менің бүгінгі видеом аяқталды. Сіздерге бұл видео ұнады деген ойдам. Арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Жақында тағы да Back to School'дар шығатын болады. Менің 1 қыркүйегімнен де сіздерге видео шығатын болады, яғни влог шығатын болады. Сондықтан да арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, сол кезде жаңа видеолардың шыққан кездері сіздерге келіп тұрады. Всем пока, бай-бай.